Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін гарнирге осылай шашырап тұратын күріш пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бір стаканға осылай толтырып күрішті салып алдым. Енді осы күрішімізді қазір жақсылап жуып алуымыз қажет. Күріштің бойындағы артық крахмалдары кету үшін күрішті кемінде 4-5 рет жуып аламыз. Мінекей күрішімізді жақсылап жуып алдық. Қазір оны пісіретін боламыз. Оттың астын жағып, шамамен 20 грамдай май құямыз. Үстінен күрішімізді салып, кішкене араластырып жібереміз. Бір шай қасық тұзымызды саламыз. Енді үстінен қайнап тұрған суымызды құямыз. Біздің суымыз күріштің бойынан 1,5-2 елі асып тұру қажет. Немесе жаңағы күрішті салған стаканмен 1 стакан күріш салсақ, 1,5 стакан су құямыз. Күрішіміз осылай бұрқылдап қайнай бастағанда, оттың астын ең баяу алауға қоямыз. Қазанның бетін жауып, шамамен 25 минуттай пісіреміз. Ол аралықта бетін мүлдем ашпаймыз. Шамамен 25 минут уақытымыз өткеннен кейін қазанымыздың бетін ашамыз. Біздің күрішіміз дайын. Күрішіміз шашыраңқы болып, әдемі болып пісіп шықты. Енді осылай бір араластырып жібереміз. Күрішімізді дастарханға ұсына берсек болады. Ол үшін күрішті салатын ыдысты бір сулап жібереміз. Осылай ыдысымызға салып, үстінен тегістеп басып шығамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, біздің күрішіміз өз формасын жақсы ұстап тұр. Езілмей, жабыспай, әдемі болып пісіп шығады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Осылай пісіріп көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда тағы түрлі рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрзина, қош сау болыңыздар.